Қайырлы күн достар, бүгін біз подгузникті дұрыс ауыстыру жайында айтамыз. Ол үшін маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпа. Бірінші бізге керек болады подгузник. Ең бірінші әдісімізге келетін болсақ, ең қарапайым баланы аунауға үйрететін әдіс. Подгузникті ашамыз, баланы иық буыннан бір жаққа қарай бұрамыз. Подгузникімізді баланың астына орналастырып, келесі иық буыннан келесі бетіне аударамыз. Бұл баланы аунауға үйретудің ең қарапайым әдісі болып саналады. Подгузниктің алдыңғы бөліктерін жауып, липучкасын қадаймыз. Бұл әдіс балаға зиянсыз, әрі де баланы аунауға үйрететін күшті әдіс болып саналады. Келесі екінші әдіс, баланың подгузникін ауыстыру барысында біз бір подгузникті аламыз, бір қолымызды баланың сан астынан өткіземіз, кез келген саны болсын. Білегіміздің үстінде баланың саны орналасады. Екінші білек кіргеннен кейін осы қолдың ұшымен баланың екінші аяғының санынан обхват жасаймыз да, баланы толықтай жерден көтереміз де, астына подгузникті орналастырамыз. Сөйтеміз де, баланың бұтын ашып, алдыңғы бөлігін жауып, подгузниктің липучкасын жабамыз. Бұл кезде баланың беліне зиян келтірмейтін күшті әдістердің бірі болып саналады. Үшінші әдісімізге келетін болсақ, ең қарапайым әдіс. Ол үшін подгузникті толықтай ашып алып дұрыстаймыз да, баланы полный бүкіл денесімен жерден алып, подгузниктің үстіне орналастырып, алдыңғы бөліктерін жауып, липучкаларын қадайтын боламыз. Видео пайдалы болса, сізден лайк, және де каналға подписка күтемін. Және де подгузник дұрыс ауыстыру білмейтін аналарға жіберіңіз.